Сәлеметсіздер ме, құрметті Әлкей Марғұлан атындағы номер 40 мектеп-лицейінің ұстаздары. Мектебімізде Абайдың «Адам болу тағылымы» жобасы өз жалғасын табуда. Абайдың қара сөздері қашанда тәрбиелік мағынасын жоймақ емес. Ұстаздарымыз Абайдың қара сөздерін оқып, талдау арқылы тек өздері ғана емес, сонымен қатар білім беріп отырған шәкірттерінің бойында рухани адамгершілік қасиеттерін дарытуда. Бүгін біз ағылшын тілі бірлестігі сіздерге Абайдың қара сөздері негізінде қойылған көрініс және ой тұжырымдамасын назарларыңызға ұсынып отырмыз. Аманбысың балам? Амансыз ба, ата? Неге соншама көз жасын көл болып отырсың? О, ата, несін сұрайсыз? Осы жасқа келгенше Алладан бір перзент сұрап едім. Қартайған шағымда бағып қағып, өлген шағымда артына Құран оқитын президент сұраған едім. Балам, Алладан адам бала тілейді. Бірақ сол бала Құран оқуға жарар ма екен? Өзің дүниеде жақсылық жасасан, жақсылық істеген істерің көп болса, саған Құранды кім оқымайды? Екіншіден, баланы қартайғанда асырайды деген сөз, ол бос сөз. Егерде балаң өзің жақсы, мейірімді, қайырымды болса, онда асырайды. Ал егерде ол балаң мал шашарлық дұрыс болмаса, онда ол жақсы болмайды. Сондықтан да егерде малың көп болса, сені кім асырамайды? Оның барлығы бос сөз. Енді адам бала өмірге әкелген кейін, ұрпақ әкелгеннен кейін, оны дұрыс азамат етіп асырау міндетін, сенің мүддең ол. Әлди, балам-ай, жаным. Өскенде мал табар бала болып өсер ме екесің? Өсіп мені бағар ма екесің? Ой, балам, неге көңілсізсің? Анашым, бүгін мектепте Бекенмен сөзге келіспей қалдық. Неге келіспей қалдыңдар? Ол өзі ғой бірінші бастаған. Жаман сөздер айтты. Ой, Ақтанбектің баласы, сен де қалыспа. Бір сөз айтса сен 10 сөз қайтар. Кіммен сөйлескен, кіммен дос болып жүргенін білсін. Ол менің досым ғой. Артық сөз айтып, көңіліне кірбің түсірмеуге тырыстым. Ол досың болса да сені бір-ақ күнде сатып кетеді. Сен де зұлым, сұм бол. Сонда сені кіммен дос болып жүрген ол риза болып өтсін. Осылайша баланы тірі жанға сендірмей, жат мінез, мақтаншақ қылып өсірсек, соңында баладан қандай қайыр күтпекпіз? Сәлем, амансың ба? Аман болмай қайтейін. Қарашы мына сағатты. Көрдің бе? Бұл атам сыйлаған алтын сағат, өте бағалы. Екінің бірінде жоқ, құнды дүние. Мә, расымен алтын ба? Қалай жыртылайды өзі? Әрине алтын. Қарапайым сағат тағатын мен сендер секілді дейсің бе? Досым, бос мақтанға салынып тұрған жоқсың ба? Атадан қалған мал балаға мұра болмайды. Мұра болғанда қандай? Атам менің болашағым үшін осы сағатты қалдырып кетті. Атамның барлық қалғандарын айтсам, таңға дейін отырармыз. Аз ба, көп пе, адам баласы бір түрлі мақтаннан аман болмағы қиын іс. Мақтаншақ деген біреу десін деп азаптанады. Бай десін, батыр десін, қу десін, пысық десін, не түрлі болса да десін дейді. Жақсы бауырым, менің біраз жұмыстарым бар еді, сау бол. Сау бол. Қандай тамаша. Бәрекелді, қарында тойды. Бір тойғанын өзі мереке емес пе? Енді аздап мұзға алсам, артық болмас.
Балам, анаң мен әкең сені Құдайдан бала сұрап алып, өлсем орныңды бассын деп, қартайғанда мені бақсын деп сұрап алып еді. Ал енді, балам, білім ғылым үйренбекке талап қылушыларға әуел білім керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек керек. Оларды білмейм, ізденгенмен табылмас. Білім ғылымның өзіне ғана құмар, ынтық болып, бір ғана білмектің өзін дәулет білген, һәм білмегенін білген уақытта көңілде бір рахат, хұзур ғасыл. Хұзур ғасыл дегеніміз тыныштық, рахатшылық болады. Ғылымды, ақылды сақтайтын мінез деген сауыт бар. Сол мінез бұзылмасын балам. Көрсе қызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызықты шайқалып қала берсең, мінездің бұзылғаны осы деймін балам. Ақылды болуға тырыс, білімді болуға, ғылымға көбірек көңіл бөл, өз орныңды өмірде тап. Құдайдан бала тілейміз. Құдай бала берсе, оны жақсы асыраудың жөнін білмей, қулық сұмдықты үйретіп, жат мінез қылып өсіреміз. Ондай бала мақтаншақ, талапсыз, өнер білімсіз надан болып өспей ме? Ұялмас бетке талмас жақ береді деп, арсыз, ұятсыздықтан аулақ болмақ керек. Абай атамыз өзінің 39-шы қара сөзінде бұрынғы ата-бабаларымыздың бойындағы кейбір жақсы қасиеттердің қазіргі адамдардың бойынан табылмайтынын айтады. Ол мінездің бірі намысқорлық. Яғни осы қара сөзінде Абай атамыз адамдарды дұшпандықтан арылып, адалдыққа шақырады. Бірнеше қара сөздерінде адамның мінез құлқындағы еріншектік, жалқаулықты сынға алды. 30-шы қара сөзінде мақтаншақтық туралы айтады. Мақтаншақтық негізінен адам бойына біткен осы бір мінезді өткір сынайды. Бұл мінездің ұлғайып асқынғанда арсыздық пен ұятсыздыққа жеткізетіндігін ашық айтты. Сондықтан да адам баласы осы мақтаншақтықтан аулақ болу керек. Абай атамыз 30-шы қара сөзінде әрбір адам арам ойдан алшақ болуға шақырады. Өнерлі бар адамның кеселі де бар деген ойды ұстанып, оны 4 түрімен көрсетілген. Әуелі мақтаншақ, яғни өнерім өзіме жетеді деп ізденбей, оны сонымен мақтану. Екіншіден еріншектік, яғни өнерім бар деп, өнерім өзіме жетеді деп, оны соңына дейін жеткізбеу. Үшіншіден арзан мақтаудың артынан еріп, өмірден адасудың сорақысы бар екендігін айтады. Төртіншіден қарызға бату. Алған ісін соңына дейін аяқтамай, арында тартса мұнда жетпей, мұнда тартса анда жетпей, яғни соңында біреуден қарыз алып, өз ісін жұлып шаюды айтқан болатын. Жалпыма түсінгенім, әрбір істе өзінің жауапкершілікті сезіну керектігін түсініп отырмын. Абай атамыздың 31-ші қара сөзінде естіген нәрсені ұмытпастыққа өзінің себептері болады. Ең алдымен адам өз-өзіне сенімді, берік болуы қажет. Көрген, естіген нәрсені қызығушылық танытып, ынтамен ұғыну, ой кеселілік нәрселерден аулақ болу. Егер осы себептерді ұстанатын болсақ, ақыл мен ғылымды ары қарай дамыта аламыз. Абай атамыздың 21-ші қара сөзінде адам бойындағы мақтаншақтық қасиет туралы айтылған. Егер адам баласы өз бойындағы жаман қасиеттермен, мінез құлықтармен күрес алатын болса, десін деп емес, демесін ұстанып өмір сүрсе, яғни мені жұрт жалқау демес екен, надан деп айтпас екен деген ұстанымды ұстап өмір сүретін болса, бұл адамдықтың белгісі, яғни бұндай қасиет мақтануға тұрарлық қасиет деп көрсеткен екен. Ал егер тек десін деп өмір сүретін болса, мені жұрт бай деп айтса екен, мені жұрт бар деп айтса екен деп тырысып өмір сүретін болса, яғни демесінді ұмытып кетсе, онда ол надандықтың белгісі деп көрсеткен екен.
Абай атамыздың 32-ші қара сөзінде білім, ғылым, үйренбекке талап керек дейді. Егер де сіздерде талаптарыңыз болса, барлығына жетесіздер. Және осы 32-ші қара сөзінде 6 шарттар бар. Ол бізге үйрену керек, ғылымға жүгінуіміз керек. Сонымен қатар біздің мінезімізге байланысты. Егер де мінездеріңіз сабырлы болса, барлығына жетесіздер. Абайдың 25-ші қара сөзінен түйген ойым, қазақ баласы білімді, өнерлі болуы қажет. Яғни де Құдайдан қорқу керек, пендеден ұялу керек. Балам білімді болсын десең, тек қана малды, дүниені аямау қажет деп ескертілген. Ұлы данамыздың 41-ші қара сөзінде астарлы терең ой жатыр. Абайдың тұжырымы бойынша, қазақты түзетемін деген адамға шексіз билік пен байлық керек. Яғни бұл мүмкін емес дегендей. Енді не қылдық, не болдық деп бар қорқынышын білдіреді. Дегенмен Абай бізге не істеу керек екенін өзінің қара сөздерінде жазып, мұра етіп қалдырған. Адамның бойында бар жағымсыз қылық қасиеттерге жеткізген надандық. Демек, әуелі надандықпен күресу керек. Абайдың 10-шы қара сөзі бала тәрбиесіне арналған. Абай қазақтың Құдайдан бала тілеудегі мақсаты өлсем орнымды бассын, артынан Құран оқысын, қартайған шағымда асырасын деген тілектерден туындайтынын айта келе, осы мақсаттардың, тілек мақсаттардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталады. Яғни Абайдың тұжырымы бойынша бала тәрбиесіне, бала дүниеге келгеннен кейін оған үлкен жауапкершілік қажет екенін түсінеміз. Яғни ол бала жақсы болып туа ма, жаман болып туа ма, жақсы болса ол қызық, жаман болса ол күйік. Сондықтан да әр адам өзінің күнәсін арқалағанымен қоймай, баланың да күнәсіне ортақ болмас үшін ол баланың ақылды, білімді, тәрбиелі болуын көздеген.